Так, бізде тағы да мына жақта Dodge Neon автокөлігі бар. Нақтырақ айтқанда Dodge Neon 2 93 жылғы 16 клапан екілік объем. Бұл көлік Америка елінде құрастырылған көлік 93 жылы. Содан біздің қазаққа жеткен ғой, қысқаша айтқанда. Бұл жерде енді бұл көлікті біз мына жақта түсіріп отырған себебіміз сіздерге нақтырақ тоқ жөнінен айтқанда неден сақтану керек, қандай жағдайларды бой алдырмау керек, алдын ала бәрінің қалай алдын алуға болады деген сияқты сұрақтарға бұл жерде жауап беріп өтетін боламыз біз. Бұл көлікте енді мына көріп тұрғандарыңыз мотордың касапроводы, мотордың датчиктеріне келіп тұрған проводтар мен штекерлер бұлар. Бұлар арғы жағы мына жерде қосылған үлкен штекер бар. Осы штекердің арғы жағы бортовой компьютерге барып тұр. Мына бергі жағы моторный отсекке жалғанып тұр. Енді бұл көлікте бұлай тоқ жағын шашып тастауымызға себеп біздің генератордың регулятор зарядки дейтін болады. Генераторда генератордың тоғын реттеп тұратын реле болады. Сол реле істен шығып бұл көлікке 26 вольт генератор зарядка беріп жіберген. Сол кезінде аккумулятордың плюсы қызып, бойындағы проводтардың моторный отсектегі, қазір біздің көзіміздің нақтырақ жеткені, моторный отсектегі проводтардың бәрі жабысып қалған. Соның бәрін біз бір-бірлеп ажыратып шыққан болатынбыз. Міне проводтар мынандай болып жабысып қалған бұл жерде. Енді біз ол генераторды қайттан іске қосқан болатынбыз. Ол генераторды жөндедік, былайынша айтқанда. Біз оның бойына механический регулятор салып жібердік біз бұл жерде. Егер сізде аккумулятор өліп қалған жағдайда, өзіңіз автоматты түрде бұны максималды 14-15 вольт бұл қазір максималды зарядка беріп тұр. Ең азы 12-85 вольт зарядка беріп тұр. Мына регулятордың арқасында. Бұл регулятор бізде кез келген көлікке жалғауға болады. Бұны кез келген көліктің регулятор зарядки істен шыққан кезде бұны іске қосуға болады. Бұл уже сізге датчик әлде болмаса басқа зат алып керек емес. Егер сізде бұндай регулятор, механический регулятор жалғанған болса сізде, онда сіз генератордан тек қана диодный моспен, сосын беговой дорожка, щетка осыларды ауыстыратын ғана боласыз. Бұрынғыдай болып, мына щетка кәдімгі кетіп қалып, или болмаса новый щетканы ауыстырып жүрмейсіз. Бұл кәдімгі простой, былайынша айтқанда, қазақбайшылық қой. Бәріміз жұмыстың оңай жағын іздейміз қой, қалай болғанда да. Мысалы, мынау айтқанда Dodge Neon автокөлігі 93 жылы, бұған генератор жоқ екен бізде мүлдем. Алматыда да тек қана бұған генератор Владивостоктан заказ беруге болады екен. Ол жақта да атасының құнын айтып тұр бір генераторға. Сондықтан біз сондай шығын шығармай 5000 теңгемен шығынды тоқтаттық біз қазір. Енді зарядка жөнінен мүлдем әңгіме жоқ қазір. Бәрі әдемі жасап тұр, әдемі зарядка беріп тұр. Енді біз ертең мына үзілген тоқтарды қайттан жалғайтын боламыз. Бұл жаңа біздер ашып жатқан кезде, бір-бірінен ажыратып алып жатқан кезде үзілген бір 2-3 проводтар бар бұл жерде. Олардың бәрін ертең қайттан жалғайтын боламыз. Содан кейін мәшінді қыздырып, қызған күйінде видеоға тағы да бір саламыз. Бұның еще тағы да бір мына тоқ жағын бұлай қылып шашуымыздың тағы бір себебі болды.
машина холодный кезінде перебойлап жұмыс жасап тұрады, и сонымен су көтерілгеннен кейін форсункке келіп тұрған импульс тоқтап қалады. Сонымен біз бұл жерде ол форсункке келіп тұрған штекерлерді ажыратқан болатынбыз. Олардың да проводтары бірімен бірі жабысып жатыр екен бұл жерде. Кез келген уақытта көлігіңізде передохранитель болса, сол передохранитель дейтін заттар міне мыналар ғой, міне 30 деп тұрады, 40 деп тұрады, міне осы жерде. Осыларға сым орамауға тырысыңыз. Қолданбаңыз. Сым орап айдау деген ол өзіңіз машинды өртеп жіберуге бірінші қадам деген сөз ол. Сондай заттардан сақ болыңыз. Әр кезде құрығанда бір жылына бір рет, 2 рет клеманы шешіп алып, тазалап тұрғаныңызда өздеріңізге жақсы болады. Осының бәрін егер сіз техникада мына руководство по эксплуатации дейтін кітабы болады. Сізге новый жаңа техниканы сатқан кезде соның қай жерінде қандай заты бар, қай кнопка ненікі, салонда не бар, моторда не бар, мотордың ішінде не бар, сыртында не бар, соның бәрі руководство по эксплуатацияда қалай қолдану керек, не істеу керек, соның бәрі жазылып тұрады да. Бізде қарасаңыз, ол руководство по эксплуатацияда ешкім қарамайды да ғой, тіпті новый машинге мінді ма болды, мәз әрі қарай кетеді. Руководство по эксплуатации былай тұрсын, тіпті кейбір адамдар май ауыстыруға да ұмытып кетеді. Бар ғой енді, қазақпыз ғой, қайтеміз енді. Рахмет назарларыңызға. Каналымызға подписаться етіп жазылып қойыңыздар.